Алты алаштың басы қосылса, төр ұстаздікі. Себебі ұлтты түзеу, ұрпақты түзеуден, ұрпақты түзеу, ұстаз түзеуден басталады. Армысыздар көзқарақты көрермен, эфирде ұлағат ұстаз бағдарламасы, сөз тізгінде мен Ертұран Сайыншақ. Бүгінгі эфиріміздің басты қонағы жас мұғалім Асқар Қуатұлы. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Бүгінгі бағдарламаға шақырғандарыңызға үлкен алғысымды білдім. Жақсы, рахмет. Әуелгі сұрағымызды онлайн оқу жүйесінің артықшылығы мен кемшілігі туралы бастасақ. Әрине, қашықтықтан оқыту жүйесі қазіргі уақытта актуалды тақырыптардың бірі. Әрине, қоғамда бұл жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Онлайн оқыту дұрыс па әлде бұрыс па деген. Әрине, онлайн оқыту бұл білім саласындағы жаңалық болды, және де көптеген білім салалары бұған дайын емес болды. Дегенмен де мен айтқым келетіні көптеген белестерді бағындырдық. Дегенмен де әлі де ескеретін белестері бар, әлі де жасалынатын жұмыстары бар. Атап айтатын болсақ, оның жақсы жақтары да болды, және де жағымсыз жақтары да болды. Ал біз осының жақсы жақтарына келіп тоқталатын болсақ, кейбір сыныпта отырған оқушылар, сыныпта белсенділігі болмай, нашар оқып отырған оқушылар үйден қашықтықтан оқыған кезде белсенділіктері артып, олардың білім сапасы көтерілді. Ал кейбір оқушылар керісінше білім сапасы төмендеп кетті. Яғни бұл онлайн оқытудың жасалыну керек жақтары өте көп деп ойлаймын. Онлайн оқу жүйесінің оқушылардан бөлек мұғалімдерге тигізген әсері қандай? Бұл тақырыпқа жеке тоқталғаныңыз үшін алғысымды білдіргім келеді. Себебі жас мамандарға 21-ші ғасырда өмірге келген мына жас педагогтарға бұл жеңіл болды деп ойлаймын. Себебі олар техникамен, технологиямен жетік танысқан, жұмыс жасай алатын мамандар. Оларға ешқандай қиындық туғызған жоқ деп айта аламыз. Ал енді орта жастан үлкен жастағы әріптестерімізге қарайтын болсақ, ол кісілерге үйрену өте қиындық туғызды. Сондықтан да ол кісілер алдағы бастапқы уақытта адаптация жүрді деп ойлаймын. Ол адаптациядан кейін әріптестеріңіз алып жүріп кете алды. Алып жүріп кете алды, бірақ шынын айту керек, көптеген жаңа айтқандай кемшілік тұстары болды. Яғни әлі күнге дейін сол кемшілік тұстарын игерудеміз. Жақсы, рахмет. Өзіңіз байқағаныңыздай, соңғы кездері білім саласында болып жатқан реформаларға көзқарасыңыз қалай? Бұл реформалар жүріп жатыр. Сапасыз білім беретін университеттер, колледждер жабылып жатыр. Өздеріңіз мысалы халыққа бұл белгілі. Мен бұл жағынан қолдаймын, дұрыс деп ойлаймын. Сапасыз білім беретін, сапалы білім бере алмайтын оқу орындары жабылған дұрыс. Және де көтеріліп жатқан басты реформаның бірі ол педагог статусы. Яғни бұл жұмыстар жасалынып жатыр. Және де бұған тек қана министрлікке жүктеп қоймай, бүкіл педагогтар және де бүкіл халық болып осыған атсалысуымыз керек деп ойлаймын. Бәрекелді, рахмет. Педагогикалық шеберлік ұғымын қалай түсінесіз? Педагогикалық шеберлік деген кезде сіздер ойлайтын шығарсыздар, қазір нақты ғылыми жауап беріледі деп. Біздің педагогтардың түсінуімізше, бұл педагогикалық шеберлік дегеніміз бұл әртіс болу деп түсінеміз. Себебі алдымызға әртүрлі оқушы келеді. Бір үйдің еркесі келеді, бір үйдің бұзығы келеді. Яғни осы балалардың барлығын бір партаға отырғызып, барлығына бірдей сапалы білім беру керек. Біреуіне еркелету керек, біреуіне жеке қарым-қатынас жасау керек. Осының барлығына ұстаз әрине әртіс болған абзал болады деп ойлаймын. Педагогикалық шеберлік дегеніміз ұстаз әр оқушының потенциалына қарай жұмыс атқару қажет. Әрине. Біз бұны айтамыз, кейбір оқушылардың қарқындылығы басқалардан жоғары дейміз, не болмаса оның қабілеті басқа бағытта дамыған дейміз. Яғни осы кезде әрқайсысына жеке-жеке қарым-қатынас жасай білу керек. Оның таланттарын, оның дарындарын аша білуіміз керек. Жақсы, рахмет. Сіздің педагогикалық ұстанымыңыз қандай? Менің педагогикалық ұстанымыма келетін болсақ, ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес аяға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші Абай атамыз. Осы ұстанымды ұстанам. Себебі ұстаз болу бұл оңай жол емес, және де ұстаздық жолында жетістікке жету үшін көптеген еңбек ету керек.
Осы тұста Абай атамыздың сөзі мен үшін ұстаным болып табылады. Рахмет. 1% талант, 99% еңбекпен келеді деген ұғым бар. Жалпы ұстаз болу үшін талант керек пе? Ұстаз болу үшін ең бастысы ниет керек деп ойлаймын. Ең бастысы ұстаз болу үшін құлшыныс керек. Себебі балаға үйретуге деген біздің махаббатымыз керек, біздің сүйіспеншілігіміз керек. Тек қана талантқа не болмаса еңбекке бұрып қойсақ, бұл дұрыс болмайды деп ойлаймын. Ең бастысы баланы жақсы көруіміз керек. Балаға сапалы білім және де ең бастысы тәрбие беруіміз керек. Ұстазға талант пен еңбектен бұрын шәкіртке деген махаббат қажет. Иә, мен сіздің айтып тұрғаныңызбен толықтай қосыламын, және де осыны өзім жеткізгім келген осы ең бастысы махаббат, сүйіспеншілік. Бәрекелді, көп рахмет. Сауалым жеке өзіңіз тарапқа қойылса, ұстаздық мамандығына қалай келдіңіз? Ұстаздық мамандығына келуім мен осы мектеп қабырғасынан басталды. Мектеп қабырғасында өзімнің Қарлығаш Отарбековна, Алмагүл Ертаевна сынды ұстаздарым болды. Ол кісілерге қарап біз білім алдық, тәрбие алдық. Осы кісілер ұлағатты ұстаз бола алды деп ойлаймын. Сол кісілерді үлгі тұтып, ары қарата ұстаздық, мұғалімдік мамандықты таңдауыма себепші болды деп ойлаймын. Өзіңіздің сабақ берген мұғалімдарыңыз сіздің педагогикалық бағытта жұмыс атқаруыңызға басты себепкер болды. Иә, басты себепкерлердің, себепшілердің бірі сол кісілер болды, жаңа атап өткенімдей. Сіздің әсеріңізбен педагогикалық саласына барғысы келетін оқушылар бар ма? Әрине, осыған дейін маған келіп айтқан оқушылар болды, мұғалім болғысы келетін айтқандар. Қазіргі уақытта да 11 сынып оқушысы бар, мұғалім болғысы келетін. Педагогикалық білім саласында сіз үлгі тұтатын тұлға кім? Мектептегі мұғалімдарыңыздан бөлек, университетте немесе қазіргі әріптестеріңіздің арасында? Қазіргі әріптестеріміздің қатарынан қарайтын болсақ, осы сіздерге студияға қонаққа келіп кеткен Маржан Дәуітбековна, Назгүл Оңғарова сынды біздің ұстаздарымыз бар, педагогтарымыз бар. Мен осы кісілерді үлгі тұтамын, және де тағы да айтып кететін болсақ, Бақытгүл Ислямқызы, Гүлнар Ағзанқызы, осы кісілерді мен атап айта аламын. Және де мен шәкәрім атындағы Семей қаласының университетін тәмамдағам. Осы университет қабырғасында білім алу барысында мен Серікбай Сәлімбекұлын атап айтқым келеді. Ол кісінің шеберлігі, ол кісінің жұмыс атқаруын, ұлағатты ұстаз бола білуіне мен өзім үлгі тұтамын деп айтсам болады. Ол сізге университет қабырғасында сабақтан бөлек қандай тәрбие бере алды? Ең бастысы ұстаздық мамандықта, ұстаздық жолында бұл оқушымен жұмыс, жаңа тұлға қалыптастыру. Осы барысында менің ұстаздарымның маған тигізген ықпалы, үйреткен ісі, бұл ең бастысы тек қана бір пәнді үйрету емес, оның тұлға болып қалыптасуына ықпал ету. Тұлға ұғымын қалай түсінесіз? Тұлға ұғымы бұл, біз айтамыз, әр баланың, әр адамның өзіндік мені болады. Яғни ол өзім және де мен деген ұғымдар қалыптасу керек болады. Ол бала өзгелерді үлгі тұтқанымен, ол өзіндік жеке тұлға болып қалыптасуын түсіну керек. Яғни сен басқалар сияқты болма, сен өзің сияқты бол дейміз. Бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз ең бастысы отанға деген сүйіспеншілік керек, тәрбие керек, тәртіп керек, содан кейін барып білім керек. Ал егер осы тұлғаға біз тек қана пәнді үйретсек, онда біз көп нәрсені үйретпедік деген сөз. Жақсы. Жауапкершілік ұғымын қалай түсінесіз? Жауапкершілік ұғымы жалпы қоғамда айтатын болсақ, бұл түсінікті. Ал енді мұғалімдік мамандықта жауапкершілік ұғымы бұл өте ерекше орындалады. Себебі құрылысшыны алатын болсақ, ол құрылыс салған үйді не болмаса тағы да ғимаратты дұрыс емес салып қойса, оны не істей алады? Оны бұза алады, қайтадан салуына болады. Ал мұғалімдер оқушыны 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін тұлға қылып қалыптастырады. Ал біздің қоғамымызға қажет емес, не болмаса өте қауіпті сондай тұлғаны қалыптастырсақ, біз оны қайтадан тәрбиелей аламыз ба? Сондықтан да ең бастысы жауапкершілік. Жауапкершілік бұл
әр қадамымызды дұрыстап басып, әр айтқан сөзімізді дұрыс айтуымыз қажет. Бәрекелді, өте жақсы, рахмет. Ұстаз бойында болуға тиіс құндылықтар. Иә, ұстаз бойында болу керек құндылықтарға айтатын болсақ, бұл адамгершілік және де жанашырлық деп ойлаймын. Адамгершілік пен жанашырлық. Иә. Не үшін? Себебі ұстаздың өзінің бойында адамгершілік болмаса, ол алдындағы оқушыға, алдындағы балаға қандай тәрбие бере алады. Ал жанашырлық дегеніміз оқушының алдындағы оқушының қандай жағдайда отыр, қандай көңіл күймен отыр. Жаңа айтып өткенде, мүмкін бұл ерке бала шығар, мүмкін қырсық бала шығар. Әрқайсысына жанын ашытып, жанашырлықпен қарап, сүйіспеншілікпен, махаббатпен қарау керек деп ойлаймын. Оқушыларыңызбен қаншалықты тығыз қарым-қатынасасыз? Оқушыларыммен қатты қатал болмауға тырысамын, оқушыларымды бос, еркін ұстауға тырысамын, себебі олардың өз ойларын ашық айтып, және қателесіп кетуден қорықпай, мына мемлекетімізге пайдасы тиетін, жарқын ойлар айтатын, креативті сондай тұлғалар қалыптасып шықса деп ойлаймын. Оқушыларыңыз қандай да бір қиындығымен, қандай да бір өмірінде болып жатқан ауыртпалықпен сізге келіп бөлісті ме? Оқушыларымыз жалпы Қаншалықты сізде жақын, өзінің жанашыры ретінде көре алды? оқушыларымыз жалпы ересек оқушыларға сабақ беремін. Маған көбіне өздерінің армандарын айтады, болашақтағы таңдайтын мамандықтарына, не үшін барғысы келетінін, сондай тақырыптарды айтады маған оқушылар. Бәрекелді. Егер де мен ұстаз болмағанда қандай жолды таңдар едім деген сұрақ. Әрине, мамандық таңдағаннан кейін бұл болатын сұрақ деп ойлаймын. Әр адам өзін ойлайтын шығар, егер де басқа мамандық таңдауым керек еді дегендей. Жай ғана айтқан, не болмаса, ойлаған ойлар болған шығар, енді басқа мамандықты таңдауым керек еді дегендей. Бірақ мен шынына келген кезде осындай болуым керек еді деп ойламаған да сияқтымын, нақтылай келген кезде. Сіздің бала кезіңізден бергі арманыңыз ұстаз болу ма еді, әлде ұстаздық еткен, мұғалім болған, қоғамға пайдалы, немесе мұғалім мәртебесі көтеріліп келе жатыр деп ұстаздық жолын таңдадыңыз ба? Енді шыны керек, мен бала күнімнен армандадым деп айта алмаймын. Тек мектеп жасында, мектеп кезінде осы ұстаздық, мұғалімдік жолды таңдадым. Және де ол кезде мұғалім мәртебесі, педагог статусы деген заңдар қабылданған жоқ болатын ол кезде, біз таңдаған кезде. Жақсы, рахмет. Қазіргі таңдағы оқушылардың, яғни 21 ғасыр ұрпақтарының дәстүрлі форматта оқу жүйесі қаншалықты потенциалын аша алады? Оларға қандай да бір жаңа бағыт керек па? Иә, бұл сұрағыңыз дұрыс қойылған сұрақ деп ойлаймын. Біз дәстүрлі форматта оқу жүйесі болғанда қазір жаңартылған білім бағдарламасы бойынша оқытылады. Яғни бұл жерде дәстүрлі емес, жаңартылған білім бағдарламасы деп айтсақ, орынды болады. Бұл жерде сіз өзіңіз айтып өткендей 21 ғасырдың жаңа технологияларды меңгерген осындай жас жеткіншектеріміздің потенциалын аша алу үшін енгізілген бағдарлама. Сондықтан да осы бағдарлама аясында дамытсақ, кемшіліктерін азайтсақ, потенциалын аша аламыз деп ойлаймын. Тек қана үлкен еңбек қажет бұған. Үлкен еңбек қажет. Иә, тек қана ұстаздар тарапынан емес, ата-ана тарапынан да, бала тарапынан да, ұстаздар тарапынан да, және де министрлік тарапынан да үлкен жұмыс жасалынуы қажет. Себебі бұның кемшілік тұстары да бар, және де оңтайлы тұстары да бар. Оңтайлы тұстары жаңа айтқанымыздай 21 ғасырдың технологияларды жетік меңгерген жас жеткіншектеріміздің потенциалын ашу болып табылады. Бәрекелді. Осы орайда менде бір сауал туындап отыр. Ұлттық бірыңғай тестілеу формат туралы. Бұл формат жаңаруы мүмкін ба? Ұлттық бірыңғай тестілеу форматы енді жылдан жылға жаңарып келеді. Яғни кемшілік тұстарын азайтып, оңтайлы тұстарын қосуға жыл сайын жұмыс жасалынып жатыр. Бұған себебі осыған дейін дәстүрлі форматта оқыдық қой. Одан кейін жаңартылған білім бағдарламасы бойынша оқыған оқушыларымыз 11 сыныпты бітіріп жатыр.
осыған байланысты міне жыл сайын жаңадан өзгертулер болады. Кемшіліктерін азайтып, оңтайлы тұстар көбейіп жатыр. Себебі мысалға бұрынғыдай негізгі пәндер бұл таңдау пәндеріне ауысып келе жатыр деп айтыламын. Бәрекелді, рахмет. Тағы да сұрағымыз ұлттық бірыңғай тестілеу формат жүйесінде болса, мектептердегі білімнен бөлек оқушылар курстарға барады, түрлі курстарға. Иә. Не үшін? Мектептегі мұғалімдер ұлттық бірыңғай тестілеу форматына баланы толық даярлап өткізе алмай ма? Егер енді шынына келетін болсақ, бұл жерде әртүрлі ой болады деп айтыламын, әртүрлі маман әртүрлі жауап беруі мүмкін. Нақты бір жауап жоқ сіздің сұрағыңызға. Менің айтқым келгені, бұл жерде ұлттық бірыңғай тестілеудің сұрақтары мектептегі мемлекеттік стандартпен екеуінің деңгейі әртүрлі. Мектептегі мұғалімдер даярлай алады, себебі сол қосымша жаңағы оқыту орталықтарына барсаңыз, сол мектепте жұмыс істейтін мұғалімдеріміз жұмыс атқарады. Сонда бұл жерде айырмашылық қандай? Ал мысалға 11-ші сыныпта, бір сыныпта 25 оқушысы отырса, оның әрқайсысы әртүрлі пәнді таңдап отыр. Яғни бұл жерде неместелмейді, топтық жұмыс жоқ. Бұл жерде айта беретін болсақ, кемшілік тұстарын өте көп болады. Яғни сынып мектепте даярлау мен орталықта даярлаудың екеуі екі бөлек. Айырмашылықтары орталықта дайындау жеке оқушымен жұмыс жасай алады, ал мектепте дайындау топтық жұмыс болады ма? Жоқ, бұл жерде айта кететін өте көп талқылауға болады. Мектептің мұғалімдері даярлай алады, және мемлекеттік стандарт бойынша да даярлауға болады. Бұл тек қана сұрақтар жаңа айтып өткендей деңгейі екі түрлі. Сонда айтатын болсақ, қараңыз, оқушы сыныпта дайындалады, ол және де қосымшаға барады. Жыл сайын не істеп жатыр? Деңгейі көтеріліп жатыр. Яғни сұрақтардың деңгейі көтеріліп жатыр. Сұрақтардың деңгейі көтеріледі, себебі оқушыларға да ол жеңілдей бастайды. Ал мемлекеттік стандарт бүкіл оқушыға жаңағы белгілі бір пән таңдағанға да, таңдамағанға да бірдей беріледі. Жақсы, түсінікті. Яғни орталықтағы сұрақтар мектептік бағдарламалық сұрақтарға қарағанда қиынырақ. Дайындау жағынан. Бұл оқушымен жеке жұмыс жасалынады. Жеке жұмыс жасалынады. Жақсы, рахмет. Ұстаз үшін қазіргі қоғамда басты проблема? Ұстаз үшін Сіз үшін? Енді басты проблема деп үлкейтіп айту қажеті жоқ деп ойлаймын. Әр ұстазға әртүрлі проблемалар кездеседі. Ал енді жалпы қоғамдағы проблемаға келетін болсақ, мысалға оқушыларға, жас жеткіншектерімізге айтатын болсақ, менің ойымша бұл шетелдік пропаганда деп ойлаймын. Жаңағы Инстаграм арқылы, TikTok арқылы бізге өзіміздің салт дәстүрімізге қайшы, өзге заттарды біздің сана сезімімізге енгізгісі келеді. Яғни біздің баламызды телефон арқылы басқа мемлекет тәрбиелегісі келеді. Яғни осындай пропаганда жүріп жатыр. Бұл өзекті проблема деп ойлаймын. Яғни сіз үшін өзекті проблема жастардың сырттан келген ақпараттық... Әрине, ақпараттық шабуыл. Ақпараттық шабуыл. Жақсы, рахмет. Соңғы сұрағымызға тоқталсақ, болашақтағы ұстаз ретіндегі арманыңыз? Әрине, әр ұстаздың арманы бұл өзінің оқушылары үлкен биіктен көрінгісі келген қалайды. Әр өзінің оқушыларының, өзінің балаларының биіктен көрінгісі келген қалайды. Менің де сол арманым осы, оқушылардың осы мемлекетімізге қызмет ететін, отанын сүйетін, отан үшін еңбек ететін азаматтарды тәрбиелеп шығару менің арманым. Бәрекелді, рахмет. Арманыңыз орындалсын. Алтын уақытыңызды қиып бағдарламамызға келгеніңізге көп рахмет. Осымен бүгінгі эфиріміз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.